Вай. Лендон, қызыңыздың жағдайы жақсы емес. Бұл не жағдай? Күндіз бәрі қалып деді ғой. Қызыңыздың жетілу қабілетінде өзгешелік бар. Химиялық емдеуден кейін аққан клеткасы шұғылартып, науқас ауырлап кетті. Қандай қайсар бал еді. Қашан есінен танғанша бізге әкем туған күнімді сөзсіз өткізіп берем деген деп айтып жатты. Лау, қайсен де қызымды құтқарып қалды. Қолымнан келгенін аямаймын. Мен үлгіруге тырысам. Өтінейін, қызымды құтқарып. Бұлай тұрыңдар, жол беріңдер, кешіріңдер. Бастық, куәгерді қорғау жоспарымыз сәтсіз. Не дейсің? Жоспарымыз бойынша майданды күзетуге қалған сақшылармен байланысымыз үзіліп қалды. Біздің пайдасы орнымызда әшкереленіп қалған сияқты. Жоспарға ең жоғары сақтық жасалып еді ғой. Бұл не жағдай? Әлі белгісіз. Бұл куәгердің нақты салауатын жаңа ғана анықтады. 5 бұрышты ғимараттан қашып кеткен генетика ғалымы Жамс доктор екен. 5 жылдан бері Шартаралдағы ірі қару-жарақ саудагерлері үшін кендік қарауды зерттеумен айналысыпты. Бірер апта бұрын ол зерттеп жасаған биотектік кенінде шұғыл өзгерісті болып, лабораториядағы барлығын қырып тастаған. Саудагерлердің маңын құлқырып, отбасы мен көзін құртыпты. Биотек тәжірибесі деген не ол? Белгісіз, қазірше білетініміз олар ядролық радиацияға ұшыраған ерекше әскерлер екен. Бастық, Салауаттық номеріңді айтты. салауаттық нөмірім V73. Лейн агент, бас басқармадан бұйрық, дереу таспен қаруланда куәгер Жамс мырзаны қорғап райондық әскери базарға жеткіз. Бұл адамды қорғай алмасақ, бүкіл аймақтың қауіпсіздігіне қатер төнеді. Мақұл, бастық. Әкетіңдер. Мақұл. Шиши. Жүріңдер. Сақ болыңдар.
Маған сен. Тезірек көлікке шығыңдар. Tez şekilingler. Şekilingler. Kuagerdi korkanglar. Hasalaninglar. Tez tasalaninglar. Komuşuk. Almağızdı. Çekilingler. Tez tasalaninglar. Meni korkanglar. Qo'rg'anglar. Tasalaninglar. Hop. Hobayla. Çoğusu, onları da çırğalay durayın. Yine soğuttu kölükte çıkınlar. Bastık. Tez jo'nat. Doktordu tezirek korşaudan alıp Men çıkarınlar. de baraman. Tez get. Kuagerdi korkulmağınızda. Uçkundu olman balaktır. Tez, bunday kelinglar. Mine geldik. Geldik. Mashinaga chiqaylik. Şevkat, şuraya dur. Gitmeymen. Şevsu, жағдайларың қалай? Biz amanmiz. Ketik. Olmaydı. Bula istemenler. Bula istevge bolmaydı. Жүріңдер. Тез! Доктор.
кетті. Көмек керек. Докторға оқ тиді. Бізге көмек керек. Андағаны маған бер. Жоқ, сендей албастыға бермеймін. Менсіз сенде табысқа жетмес едің. Тәжірибе естерің қайда? Ол нәрселер маған тән. Хош бол. Ой.
Рейх Мырзаның жаңа романы жарыққа шығып үлгірмей, Холливуд авторлық құқығына қызығушылық танытып, жоғары бағамен сатып алды. Менің де бұл кітапты аса бір ыждағатпен құмарта оқығым келеді. Кітап бейне бәрін бойына сақтап жүріп, күндердің күнінде реалдыққа айналатындай. Оу! Бүгін кеш студиямыздың құрметті қонағы көрермендерге өзінің «Металл жүрек» атты кітабын ала келген Рик Рогерс мырза. Сәлеметсіз бе? Рахмет. Келіңіз, қарсыламыз өзіңізді. Отырыңыз. Кітабымыздың бас кейіпкері ядролық радиацияға ұшыраған ақш-тың ерекше әскер деп естідік. Кейіннен оның дос-бір генетика ғалым сатып алып жасанды жүрек саруақта биоатомға айналдырыпты. Bunu da biletmediniz. Әрине, қазіргі дүниеде жасырын ештеңе болмаса керек. Солай да шығар. Десе де кітабында адамдарға шолақ сырлар жетер. Кітапты сатып алып көріңіздер. Онда адам мен машина шебер біріктіріліп қойды. Тоқтаңыз, қауіпсіздік тексеруін қабылдаңыз. Бұрылыңыз. Ел шақыртқан сапым келді ме? Атаман қазір-ақ жетіп барады. Мүмкін келесіде мен тінтермін. Жарайды. Кел бері сұлуым, тартынбай келсеңші. Кешіріңіз, кім керек еді? Сен кімсің? Кітаптағы мазмұндар қайдан алдың? Осыған жауап бер. Жабыттың туындысы. Не қылған адамсың, не істемекшісің? Саған керегі осы.
оңбаған. Сен кімсің? Кітабындағы мазмұндық информацияны қайдан алдың? Жанымды қия көр, сатып алған едім. Түпнұсқасы қайда? Басқалардың шығармасынан ұлмадым, бәрі компьютерде тұр. Оңбаған. Кескін тораққа жолданып болды. Бір топ сақшы сендерге таяп қалды. Не боп қалды? Жарғарат батыр ғой деймін. Танымал жазушы Рик қастандыққа ұшырады. Біз қазірге дейін оны тонаушылық делосы деп жаңсақ қарап келген едік. Бізде қылмыскер ғимараттың камера көздерін әдейі білдірген сияқты. Көше бұрылысындағы камера түсірген мына кескін бойынша осы ер адам қылмысқа қатысты деп күмәндануға негіз бар. Тұрғындардан бұл адамның дерегін табуға көмектесуін өтінеміз. Риктің үйінде бет қалқа киген біреумен соғысып қалдық. Кешіріңіз, ол біздің қорғаныс киіміздің осал жерін біледі екен. Кітаптағы мазмұндарды қайдан алдың? Кітабындағы мазмұндық информацияларды қайдан алдың? Түпнұсқасы қайда? 13 жылдан бері сенің кеселіңнен осы бактериясыз бөлмеде жасап келемін. Мен тартқан тауқыметті өз басыңа көрсетермін бәлем. Әйелше киінген еркекті
ғаламтордан киім сатып алғанда қалдырған адрес бойынша таптық. Бар енді, құрғайдыңшы болма. Хоп, қожайын. Мына тегінен азған оңбағанның бұл қызға не қылып ықылас ау жүр екен деші. One pizza for Alicia. Thank you. Пис алдырған сіз бе? Рахмет. Таксидің тауып көзге көкшімін үймнетпесем бе? Сәлем. Италия кеспесі ме? Солай. Рахмет. Ет тосаптан бар ма? Солай. Сиыр сорпасынан азырақ қосайын ба? Солай. Рахмет. Мына бойжеткенге бір кесе сиыр еті сорпасын бер. Кешіріңіз. Салтақ. You guys have a conflict. Oh, your chance. Ғафу етіңіз. Ереп тұрсың. Кешір деген не деген сөз? Ағылшыншаны жөндеп сөйлеп ал. Салдаққа. Ал онда. Мұрныңды жасатып беді? Немене? Кешіріңіз. Болды. Төбелеспеңдер. Қойыңдар енді, төбелеспеңдер. Қойсаңшы болды. Болды. Ұйлықспаңыздар, Қараңыздар. Болды, бойжеткен, төбелеспеңдер. Мұнда тамашалайтын ештеңе жоқ. Сен жаңа керістіріп соқтың. Шіркін жоңғарлықтардың абыройын бір көтердің.
Мен де саған болыстым, көрдің ғой? Иә, рахмет. Мен сабағыма барам, жүре берейін. Ей, атым Лейсін, есіміңіз кім болады? Нэнси, саған не болды? Тағы түсіңнен шошындың ба? Суыртташ кел. Рахмет. Мен сені тағы оятып жібердім бе? Кешірші. Шипагерім ауысқаннан бері жағдайым бұрынғыдан да нашарлап кетті. Ол бір шипагер емес, құшнаш екен. Ол құшнашқа да ұқсамайды. Оны бір жол ашушыға, иә болмаса, бәргерге ұқсатамын. Қалай болғанда да әйтеуір, көрген түстерім барған сайын үрейлі болып, шыңға ұқсап барады. Күнде түнде түсіңнен шошып оянасың. Мен төзе алар емеспін, тіпті әбден жүдеп біттім. Кісіге ұйқы да бермейсің. Өтінгенім болсын. Не, ол сен емдеп жасатын болсын да, не, құшнашқа барғаныңды қойшы. Сәлем, сылқым. Сәлем, атыңыз кім болды екен? Сәлем, сұлу қыз. Сәлем, атыңыз кім болды? Көп күттірдің ау, сылқым. Тәуірленіп қалдың ба? Үрейлі түстер барған сайын көбейіп анықталып барады. Түсімде басқа біреуге айналып кетемін. Емдеуге біраз уақыт керек, қызым. Бұл адам қысымға ұшырағанда бола беретін жағдай. Ештеңе детпейді. Бірақ түсім соншамалық. Бұрын көрген бір жер, таныс біреуге ұқсаймайды деу. Біреудің жетегінде жоғымды іздеп жүргендей болам. Тым қиялға беріліп кетпе, еркінірек бол. Бір, екі, үш. Қазіргі ол ертінің қарсылығы өте күшті. Ағзалары әлсіреп барады. Онда тоқтатайық.
Нэнси, Жоқ, мені құтқаршы. Мені өлтірмеңдерші. Өлтірмеші мені. Мен өлсем, сені ешкім де құтқара алмайды. бұл не жағдай? Сенің бұрын бүйтіп ауырғаныңды көрмеген екем. Сенің бойыңдағы бір адамның ғана жаны емес сияқты. Менің қолымнан келетін емес. Мен саған бір гипнозшы таныстырайын. Мүмкін соның қолынан келер. Ертең ол мұнда болады. Кезік алсаң сынап көргенің жөн. Сен оны неге жібердің? Ол бізге түсіне айтып берген жоқ қой. Ине екіге бөлініп қалыпты. Рик болса өлді. Менше оның өліміне бізден сатып алған диска себепші болған сияқты. Мынаны қараңдар жігіттер. Бұл кім өзі? Мұнда үнемі келесің, ә? Әлде ана құшнашқа сені жүрсің бе? Атың кім өзіңнің? Ана менің ағайыным. Аты Антара. Жолымды бөгеме. Охо, ағылшынша білем де. Мынаны көрдің бе? Осы арадан еңбектеп өтті. Менше саған ұнайды. Ұстыңдар оны! Келіңдер, жігіттер, мына көжектен айырылып қалмайық. Охо, бойжеткен, қорқпа. Кетіңдер. Жоғалыңдар. Жоламыңдар маған. Ой, би, енді қайтер екенсің. Ашуын қараңдар өзің. Енді қаша алмайсың. Vurunlar! Болды. Ұрмаңдар, тоқтатыңдар. Өзіңді кіммендеп жүрсің сен? Тез кетейік. Көзім шығып кетті ғой деймін. Ана сайқал қашып кетпесін. Ой, тоқта! Қашпа! Тоқта! Тез.
Ey, toqta deymin. Men urpaqsız edetim boldun Sayqal. Kes, bekle qoyayım. Seni bir жерден көрген сияқтымын. Sen ekensin. Сен мұнда қалай жүрсің? Саған ілесіп Менің жүрмін соңыма ғой. неге түсесің? Қалжыңдаймын, есікті бекітші өлі. Сен не істеуші едің? Қара қолсың ма қалай? Немене? Онда неге ылғи елмен шығыспай жүресің? Ей, қайда барасың? Ей, ренжімеші, қалжың емес пе? Ей, тұра тұршы деймін, тоқташы. Әлгі кешке бірге тамақтансақ қалай? Алдымен шалбарыңды жөндеп ашы. Шалбар? Ой, о да жөн. Расау, кешке менің қолым тимейді. Есіңде болсын. Енді қырсауыма түскенді ғой. Тегінде пыс. Қашан соңыңа түстім, қалжыңым деп айттым ғой, жаңа қиюадан кезіктік емес пе? Ей, сені құтқарып бір ауыз рахметіңде жоқ па? Ей, бұл қайткені сенің, а? Рахмет. Бұны әдепсіздік дейді. Оқасы жоқ. Тоқтаңыз. Кешіріңіз, бір артист іздеуші едім. Артист, олар жаттығу үстінде концерт кеште басталады. Оны мен қазір кезігуім керек еді. Тағы жұмысым бар. Кешіріңіз, рұқсат куәліксіз жібере алмаймыз. Рахмет. Ей, жігіттер, анау менің қалыңдығым. Кірсе болатын жар. Жарайды, кіре бер. Рахмет. Кіре бер. Сүйіктім. Кірейік. Қалыңдығым. Махаббатым де. Махаббатым ау. Қалыңдығым. Тағы ізіме түскенсің бе? Ізіңе түстім бе? Мен сенен бұрын келгем. Сонда кім-кімнің ізіне түсіп жүр? Менсіз кіре алар ма едің? Басымды ауыртпашы. Қайда барасың? Ол жақ сақынының арты. Ей, мына жер күрделі жер. Байқамасаң адасып кетесің. Сенің атың кім еді? Қарақол. Кешегім қалжың дедім ғой, не деген түсінбейсің? Сенші? Атым Лисін деп өткенді айттым ғой. Мұхаммед. Өнердегі лақабым ғой. Ұрдап алған шығарсың? Бұны ұрлағам жоқ. Кешіріңіз. Тауып алғам. Бәсе мұнда істемейтінің көрініп тұр. Ей, не іздеп жүрсің? Не іздеп жүрсің деймін? Мұхаммед, салам. Салам. Мен солмын. Салам. Жақсы болды, сен іздеп жүр едім. Дереу маған еріп жүр. Қайда барамыз? Маған шырақтарды жөндеп беруің керек. Жарайды. Тапсылмай мені күте тұр, кетіп қалма. Ешкіммен төбелеспе, бола ма? Салам. Қане көпчілік, жаттығуды бастай берейік. Шырағым ойсқа бәрі дайын ба? Жарайды, дайын, бастайық. Құрметті көрермендер, әлемдік гипнозшы Кастино сахнада. Ханымдар, мырзалар, бүгін кеш сіздер хикмет өнердің куәгері боласыздар. Періштемде келіп қалды. Қанекей мұнда кел.
Otur. Sen бұл дүниеге келген періштесің. Тәңір саған екіншілей өмір сыйлады. Сенің мұң-мұқтажыңды түсінемін. Мен сені қараңғы қалтарыстан нұрлы дүниеге бастап шығып, әуелгі рухыңды қалпына келтіремін. Махаббат мәңгі сенімен бірге. Жоқ, мені өлтірмеңдер. Тез қашыңдар. Жазықсыз қан төкпеңдер. Қазір барып көрейін. Сен кешіктің. Міндетімнен құтылдым. Қаруыңды сақта! Жатыңдар! Абайла! Ұстаңдар оны! Көзін құртыңдар. Нәзі оң жақтағы екінші қабатта. Мені шығар ауызға баста. Сен әпте менің жыныма тидың. Қызымды өзіме қайтарып бер. Алғың келсе ал, уақытша сақтай тұр.
Кешіріңіз. Ай! Бер қарай! Ағасы, сіз оның несі боласыз? Қартбаш ей. Ағасы, үйіңіз... Бұл қайткенің, мен неге көзілдейсің? Айғайлама. Неге көзілдейсің? Жүр. Қайда бұрамыз? Түс. Мен неге түсемін? Түстейін. Бұл қайткеніңіз? Айғақтың көзін құртпақпысыз. Бұл не қылған жер өзі? Ағасы, ақырын жүрейікші. Не деген көп қару. Ағасы, зайырысыз не істейсіз? Ой, мен неге көзілдейсіз? Қайтпексіз өзі? Маған немене жегізіп жібердіңіз? Мерзімді бомба. Айта бер. Неге Нәнсидің ізіне түсіп жүрсің? Ой, сен өзі қалай адамсың? Екеуміз бақталас болдық қой. Қаймысы басқан жігіт қайырады. Бір қызды қызғанып, менің жанымды алмайды шығарсың. Сенің Сидней университетінде оқымайтыныңды білем. Әйелше жасанып Риктің үйіне барғанда сенсің. Дұрыс, ол дәл менмін. Бірақ мен сенің Нәнсимен қандай байланысың бар деп сұрап тұрмын. Мен әйелше жасанып өзіме тиесілі нәрсені алу үшін бар. Саған тәуелді нәрсе? Ол не? Бұл қалталылардың ісі. Жарылыларды жарылқау үшін жүрмін. Сенің мұның тонаушылық. Білім алатын кезіңде ұрлық қылып жүрген түріңе қараш. Рик немене оңып тұрған адам ғой дейсің? Анық ұры деген сол. Оның Нәнсидің қыр соңынан қалмауыңмен не қатысы бар? Мен Риктің қауіпсіз сандығын тонағанда Нәнсидің кітапханадан кітап алатын карташкасын тауып алдым. Сосын не қылған қыз деп қызыққаным рас. Бірақ сөйлеп жүріп, бірте-бірте оны ұнатып қалдым. Мен бәрін айтып бердің ғой. Мына қопарғыш осы беті менің ішінде қалмайтын шығар. Уйтамын ба. Денсаулығыңа пайдалы, мастығыңнан айғасың. Ақымақ қып тұрсың ба? Не қылған адамсың өзің? Қашан көрсең бет қалқа киіп алып, ұшып қонып жүресің. Өзіңді өрмекші батырмын деп жүргеннен саумыстың. Торыңды көрсет шыға не? Салауатың анықталмай тұрып бұл жерден кетемін деп ойлама. Ей! Қоя бер мені! Ең бастық, сіз тексерткен банкі есебінде расында Рик пен құшынаш әйелдің сауда алым берместелігі бар екен. 2 жыл бойы Нәнсидің ем қабылдағандағы кескін мерзіммен сатып алып отырған. Сонда кітаптың мазмұны осы ма екен деймін. Ойымыз бір жерден шықты. Айтпақшы, жаңа мен саған біреудің дыбысын жібердім. Оның салауатын анықтап бер. Мақұл. Адам бар ма? Мұнда адам бар ма?
Ағасы-ау, мен қашанға дейін қамалда отыра берем. Кісілік құқық деген бар ма өзі? Енді босатпасаң бұтыма жібере салам, жібердім онда. Мен рас айтып тұрмын ғой, кемінде маған ішіп жейтін бірдеңе беруің керек қой, қылаяғы дәреткен отыралар емеспін. Оны сөз жақсы қорғаңдар. Менің табан ет маңдай терім оның денесінде. Түбінде менің адамзатқа қосқан үлесімнің айғағы осы қыз болады. Вай, Лимбастық. Нэнси жоғалып кетті. Ол жаңа ғана Шинганға баратын ұшаққа отырыпты. Менің күдігім ақыра шыңғайланды. Оны іздемесем болмас. Мақұл. Әуежайға барғанда хабарласайық. Нэнси жоғалып кетті ме? Сен мені босат, біз оны құтқарайық. Сенің нендей мақсатта жүргеніңмен жұмысым жоқ. Ендігері Нэнсиге жолаушы болма. Бұл әсте сен араласатын жұмыс Мен емес. оны қорғап жүрмін ғой. Ол сенің қорғауыңа мұқтаж емес. Кілтті ал. Бұл үйдің есігі ертең өздігінен ашылады. Шибжемнің бәрі осында бар. Ашыға қоймайсың. Бұл емес. Әне тұр. Білек күшіңді көбірек жаттықтыр. Ей! Мынауың заңсыз қамаққа алың ғой. Ағасы! Жер сілкінді. Лимбастық. Мынау сіздің ендігі салауатыңыз. Көне архивке қызыңыз екеуіңізді де Өлді деп жаздық. Доктордың мүрдесін өз лайығында ыңғайластырып қойдым. Ол өлер алдында жасанды жүрекпен ген сұйықтығы арқылы шешеді құтқарып қалды. Шамс доктордың денейі шешеге көшірілді. Оның клеткалары қазірше жатырқай қойған жоқ. Шешедің денесіндегі биогендер сұйықтығының жетілу қуаты өте жоғары. Бірақ ол есін жиған соң бұрынғы елестер түгелдей жадынан өшеді. Сіз де есінде қалмайсыз. Мен жарылыспен өлтірген адамда биотек пе? Солай. Оның аты Андрей. Шамс доктордың сынақ объектісі. Біз қопарылыс толған орнынан оның мүрдесін таба алмадық. Әлі де іздестіріп жатырмыз. Шоусу. Иә, бастық.
Маған көмегің қажет. Айтыңыз. Оны Австралиядағы жетімханаға апарып, Исабелла ректорға тапсырып бер. Әндрей түбінде мені таппай қоймайды. Шешеге шалығым тимесе екен деймін. Тек қызым аман есен болса, мен бейтаныс адам ретінде сырттай қорғап өтсем болды. Басқа тілерім жоқ. Лем бастық, шешей бұл жерді өзі тауып келді. Сізше оның қалпына келген жады өзіндікі ме әлде Жамс доктордікі ме? Менің де алаңдағаным осы. Я рас, мен айтқан адамды анықтадың ба? Анықтадым. Аты Лисын, 15 жылдың алдында Сиднейге қоныстанып, 2011 жыл ақш, Корея, Чунго, Жапония қатарлы елдерге барған. 2 жылдың алдында Сиднейге қайтып келген, қызметі туралы ешқандай мәлімет жоқ. Отбасының да ешбір дерегін біле алмадық. Былтыр ұрлық делосымен қолға түсіп, факт толық болмағандықтан тез арада босатылған. Не ұрлапты сонда? Білмедім. Оның арқыбы құпияландырылған екен. Біз Австралия сақшағымен әлі де кеңесудеміз. Ол көшедегі көбірінің бірі болмаса керек. Менше де әдеттегі адам емес сияқты. Шешейдің орнын тұрақтандыра алмай тұрмын. Бөлініп әрекет жасайық. Мен дереу бас басқармаға қайтып, екінші жобаны іске қосайын. Осы дело шешімін тапса, бас басқарма сіздің салауатыңызды қалпына келтірмекші. Егер шешейді таба алсам, онымен бірге өмірімді тыныштықпен өткізсем деймін. Бөлініп әрекетке кірісейік. Бастық. Абай болыңыз. Маған сен. Сәлеметсіз бе? Менің табан етмаңдай терім оның денесінде, оның қанында бәрі де сақталады. Оны сөзсіз жақсы қорғаңдар. Түбінде менің адамзатқа қосқан үлесімнің айғағы осы қыз болады. Әке, жанымда жүр екенсің ғой. Әкем ау. Әке. Әке.
Әке! Енді онымен қылжақтағанды доғарыңдар. Osman құрып жоғал! Не болып кетті өзі? Ғаламтордан үйренгенім бүгін еске қаттау. Ағасы, басқа машинаны Сен қайтып шығып алғансың. Ой, ондай күшемелігін арттыру менен қалған. Сондай өнерлі болсаң, маған оларды тауып бер. Ой, мынау қай заман? Бізде сырттан келгендер GPS-ті пайдаланбаса қайтып болады. Тұра. Қажетің қалмады. Ситниге қайта бер. Қайта бер дейсің бе? Мені өлтіре жаздағаныңды білмейсің бе? Ақымақ саптасымай. Олар Нәнсиді ұстап кетті. Олардың орнын телефоныңа жолдап қойдым. Алдым. Дереу қимылдаймыз. Жарайды. Қайырлы түс. Сізге қандай көмек қажет? Сәл күте тұрыңыз. Отағасы, қарашы. Анау үшеуі басқа планетадан кепті. Рахмет. Былай жүріңіз. Жоқ, оңбаған!
ішке кірсіңдер. Бұлай қарай. Шаусу. Көлікке шығыңдар. Бұл амалдарың керемет екен. Енді ешкімнің де құрбан болғанын көргім келмейді. 13 жылдың алдында өлген қара киімділерді зерттей келе олардың шамылшысының тыныс алу жүйесінде саңлау бар екенін байқадық. Бұл ретте бізге сол байқау ес қатты. Бастық, Қандай болды? қауіпсіз сандықты тінтіп шықтық. Ішінде осыған не бар екен? Сол видео камера ғана ма? Жарайды, сақ болыңдар. Құп! Мұндай ерекше қайта жетілу қабілеті бар өсімтал ген активтендірілген теңіз жұлдыз жасынан алынады. Оның әрбір жасуша шоғырында гендер тобы толықтай сақталатындықтан, ол екінші шоғырмен бірігіп кем денені тез қарқынмен бүкілдей қайта жетілдіре алады. Бұл сынақ объекті ауыр дәрежеде ядро радиациясына ұшыраған ерекше әскер. Егер тәжірибе сәтті болса, ол әлемдегі тұңғыш био әскерге айналады. Ген сұйықтығының тез жетілгіштігіне сәйкесі үшін біз тұңғыш рет жасанды жүректі зерттеп жасадық. Егер сынақ сәтті болса, жасанды жүрек орнатылып, ген сұйықтығы құйылған биотек болашақта құдіретті жауынгерге айналмақ. Мына сынақ кескіні оның қолына түсетін болса, ал ол осыған оқсас сансыз биотектерді жасап шықса, ойбай, не болмақшы? Бұны Андрейдің қолына түсіруге істей болмайды. Бас басқарма Андрейдің былтыр мәлім елдің қару-жарақ саудагерімен жасырын іздестіру жасай бастағанын байқаған. Менің күмәнімше бұл нәтижені шансана іздестіріп жатқан. Алайда біз Нәнсиді осы нәрсеге ғана айырбастап ала аламыз. Андрей бұны алған күнде де Нәнсиді бізге бере қою екіталай. Бастық, Андрей 13 жылдың алдындағы жарылыстан кейін жарақаты ауыр дәрежеде асқынып кеткендіктен, сонша жылдан бері бактериясыз бөлмеден аттап шыға алмаған. Оның Нәнсидің денесінде сәтті жетілдірілген кен сұйықтығы арқылы өзін құтқарғысы келетін сөзсіз. Ол бұған да Нәнсиге де аса мұқтаж. Сынақ мәліметін оған бермесек, Нәнсидің өміріне қауіп төне қоймайды. Уақыт алтын. Әуелі Андрейді тауып шығайық. Менде бір ой бар. Видео камера қайда? Видео камераны басқармаға дереу жеткіз. Құп, бастық. Қожайын, олар келді.
Екеуіміздің айырмашылығымыз жоқ. Екеуіміз де лабораторияның ақтышқаны сияқтымыз. Жалғыз ақ парқың мен көрген азатты сен көрген жоқсың. Әлгі ақылдан жазған қақпас. Екінші реткі сынақ объектін саған берді. Сонша жылдан бері мың бір машақатпен сен істедім. Сенің кесірің маған аз тиген жоқ. Міне, өзім де құбыжыққа айналып қалдым. Айырып қосқыз шашылды, қан сүзу басталды. Сендер кімсіңдер? Екеуіміз де металл жүректі адамбыз, бірақ менің дене клеткаларым сәйкеспегендіктен жанымды көзіме көрсетіп келеді. Міне енді жамыс топтордың толыққанды ген сұйықтығын алдым. Менің ерекше қабілетімді қалпына келетін болады. Сенің қаның менің жетілу қабілетімді арттырады. Мен дүниедегі ең алғашқы мәңгілік жауынгер боламын. 13 жылдан бері менде екі адамның қаны бірдей сақталғандықтан түрлі елестің азабын аздыртқам жоқ. Ал сенде 3 адамның жаны бірдей сақталады. Менің қанымды құйған соң 3 бірдей елестің әлегінен жынданып кетпесең маған кел. Олай болмайды. Мына сызғыш түтікті көрдің бе? Ол сенің қаныңда сақталған елестерді сүзіп қалады. Сен кешкен азап теңізіңнен кешпеймін. Бірдеңе таба алдың ба? Тыныш тұрш. Лаборатория 2-ші қабатта екен. Кеттік. Әлгі азиялық қыз қайда? Лабораторияда. Есікті аш. Сендер не қылған жасыңдар? Нэнси? Ол жерге жақындауға болмайды. Шауын! Тез сақтыққа көшіңдер! Бұл жерден кетейік! Қашыңдар бәрің! Тез! Нэнси! 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 Болар екен. Нэнсиннен қайтып ашамыз. Бұлай тұр! Ашылатын емес. Әке. Аш есікті. Қожайынға да шалады. Құрыс.
Ой, менмін. Жаңа сендерге көмектесейін десе мына қаруда төк қалмапты. Жаныңды алмайтын баспын. Үшке дейін санаймын, бірге сабайық, мен әлі санағам жоқ. Тасымалдау аяқталды, кері қайта бастады. Қош бол. Маған көмектесіңдер. Мақұл. Тұрып жоғал. Ескерту, жүйелік кінәрат болды. Әке, байқаңыз. Ескерту, жүйелік кінәрат болды. Барлық адам шығып кетсін. Ескерту, жүйелік кінәрат болды. Барлық адам шығып кетсін. Әке. Ағасы, қопарып тұтылатын болды. Тез кетейік. Тез. Tez jür. Tez. Jür deyman.
Ұшар кеме құлайтын болды. Тез парашют киінген. Ақыл. Әке, Маған ештеңе етпейді. Қорықпа. Шаусу, оған тез кигіз. сізден айырылмаймын, әке. Бастық. Оны тез алып кет. Әке, мен жазылған соң, мен ойнайтын жерден барамын деп едім ғой. Су шерлігім аз қалды. Ең сәтті болған бұйөген сұйықтығын түгелдей шишиге қойдым. Бұлғанның қайта жетілу қабілет ерекше жоғары. Оны сөзсіз жақсы қорғаңдар. Сөпеке, менің әкемді құтқарып қалыңызшы. Сол жағында қара тұтқа тұр. Мен тарт дегенде дереу тарт. Иә. Әке! Балам! Әке! Қорқма. Қолыңыз жазылып кетті ме? Еште кетпейді. Бастық, видеокамерадағы тәжірибе кескіні жоғалып кетті. Немене? Тәжірибе кескіні жоғалды? Қане? Мен видеоға түсіремін. Кел. Бастадым, ә? Енді анаған барып ойнайықшы. Сізді жақсы көремін, әке. Өте көңілді болды, әке. Басым айланып кетті. Ана жерге барып Қайсыған? ойнайықшы. Әке, ане. Болды, балам. Ана жерге барайық. Жүрегім қысып барады. Шиши, мен сені ертіп барайын. Оны мен де жақсы көремін. Иә, сіздер бір жер тауып демалатыңыздар. Мен барып тәтіп алыңыздар. Маған шоколады керек, ә? Иә. Мен отыра тұрайын. Тұрған жерге. Мен теріс қарап отырып суретке түсірдім. Басыңыз айналатынын білгем. Түс көріп отырған сияқтымын. Мені шымшып көрші. Қане? Шымшымая қояйын.
Шырын түсіңізді бұзғым келмейді. Бастық білгінді 13 жыл бойы зарыға күттіңіз ғой. Қуанышыңызға ортақпын. Бастық, жаңа басқарма хабарласты. Лисінің салауатын анықтадық дейді. Оның әсілгі аты Сүй Жинхау екен. Ол 13 жылдың алдында Андрейдің қолынан өлген қару-жарақ саудагерінің баласы екен. Бұл жүгірмек әкеге қайтарумен қоса мал-мүлкін қайтарып алмаққа келген болды ғой. Мен әйелше жасанып өзіме тиесілі нәрсені алу үшін бардым. Андрей оның отбасындағыларды қырғындаған кезінде шетелде жүріп аман қалыпты. Бірақ бір қызығы ол да қызыңызбен бір жетімханада өскен көрінеді. Құтты болсын бүгін, сенің туылған күнің. Құтты болсын бүгін, сенің туылған күнің. Нәси, туылған күні құтты болсын. Лисін? Лисін? Лисін! Баға әңгімеде емес. Мені қолыңдағы тәжірибе мәліметі ғана қызықтырады. Менің кеңсемеген, сонда сөйлесейім. Жекелік ұшағымды жіберіп сені алдырайын. Шоға досым, сербестікке тартқаның рахмет, бірақ сені сөзінде опа жоқ адам деп естідім. Ұят болды. Кеске чыңның мен бас қосуға баратын едім, сау бол. Хош. Бұл әкеңді.